Армысың алталаш. Бүгін 2 шілде 2024 жыл. Асқар Алмахатыр, Қарағанды шаһары, Алчан ашыры. Қарал хабар алдым Украина жерінен. Досым, үзеңгілесім, қазағыма еңбегін сіңірген, күрес жолында қазақтың бақытты болашағы үшін күресте қаза болды. Бүгінгі күні таңғы сағат 3-те Айдос Садықов, досым, құрдасым, көз жұмды. Бұл саяси өлім әрине қабырғамызды қайыстырды. Қаншама достарымыз көз жұмып кетті. Дулат Ағаділ, Дулат ұлы Жанболат, Арон Атабек, Жасарал Қуаншалин, басқа да қазақтың саңлақтары. Қазақ халқыма қайғырып көңіл айтам. Туған туысқандарына, Натальяға Садыкова, балаларына, Ақтөбе жұртшылығына. Сондықтан да мен бұл үкімет басындағылардан Алтай Қаратаевтың және Мейрам Жақанбаевтың Украина әділ сотына, Украина ұлттық полициясына берілуін талап етемін. I demand immediately extradite killers Altai Jakanbayev and Meyram Karatayev to Ukraine. Stop political persecution and murders.